Достар, сәлем. Бүгін сіздерге ерекше және өте оңай маринадта дайындалатын тауық рецептін ұсынамын. Маринад үшін 2 ас қасық сапалы, жақсы сары майға тұз, кептірілген сарымсақ, зімбір, карри және паприка салып, барлығын бір келкі болғанша жақсылап араластыру керек. Осымен маринад дайын. Тауықты алдын ала жақсылап жуып және кептіріп, оның құйрықшасын алып тастаймыз. Енді мінеки осылайша қасықпен тауықтың терісін денесінен ажыратамыз. Терісін жыртып алмас үшін өте мұқият істеген абзал. Екінші жағына аударып, ол жағында дәл солай істейміз. Мінеки енді маринадты қолымызбен терісінің астына да үстіне де бірдей етіп жағу қажет. Тауықты бірден пісіре беруге болады, оны алдын ала 220 градус қызып тұрған пеште 50-60 минуттай пісіру керек. Мінеки достар, тауық дайын, одан өте көп шырын шықты. Енді осы шырынды тауықтың үстіне құйып шығамыз. Ал қазір сіздерге тауықты кесіп көрсетейін. Тауық толықтай пісіп, өте жұмсақ, керемет болып шықты. Көріп тұрғандарыңыздай шырыны бөлініп жатыр. Тауыққа ерекше маринад іздеп жүрген болсаңыздар, онда міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Видеоны қарағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Егер сіздерге ұнаған болса, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман сау болайық.